Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін математика сабағымызды бастаймыз. Сыныпта барлығымыз түгелміз, иә? Тамаша. Олай болса, осындай әдемі мен балаларым бүгінгі сабақты әдемі көңіл-күймен бастайық деп ойлап тұрмын. Олай болса балалар, қалың қалай? Осылай. Жүрісің қалай? Осылай. Жүгірісің қалай? Осылай. Бергенің қалай? Осылай. Алғаның қалай? Осылай. Ұйқың қалай? Осылай. Ойының қалай? Осылай. Көршіңмен ұрысың қалай? Осылай. Тамаша, көңіл-күйлерің қалай, көтеріп қалма? Тамаша. Олай болса, балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық, иә? Балалар, жиын дегеніміз не еді? Кім айтады? Жиын дегеніміз не еді? Кім айтады? Жиын дегеніміз не еді, балалар? Тамаша, ежен айтады? Диаграммасы. Жиын дегеніміз математикалық. Аяқ жем айта қойшы. Математикалық ортақ Қасиеттері белгілері бар. Не екен? Топ екен, иә? Өте тамаша. Яғни осы жиынды қандай сызба арқылы белгілейміз? Эйлер-бен диаграммасы арқылы. Эйлер-бен диаграммасы. Жиындағы нысандарды не деп атаймыз? Элемент деп атаймыз. Өте тамаша. Жарайсыңдар. Олай болса балалар, оқулығымызды ашамыз. Барлығымыз оқулығымыздың балалар 39-шы бетін ашайық. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы ақиқат немесе жалған пікірлер құру. Балалар, ақиқат және жалған пікірлерді біз бүгінгі сабаққа дейін хабардармыз, иә? Ақиқат, математикада біз ақиқат және жалған пікірлермен таныс етіңіз. Бұл күнге дейін. Олай болса, бүгінгі сабақтың мақсаты ақиқат немесе жалған пікірлерді өздері құрып үйренесіңдер және кестелер және графиктер құру әдісімен логикалық пайымдауға берілген есептерді шығара аласыңдар. Олай болса балалар, оқулыққа барлығымыз қараймыз. Бірінші тапсырмада балалар, сөйлемдер берілген екен, соның қайсысы пікір екенін қазір сендер айтасыңдар. Олай болса, тыңдаймыз. Қандай шуақты күн? Пікір ма балалар? Дұрыс айтасың. Ол етті сөйлемес. Ол пікір емес екен, өте тамаша. Келесі, 102 мен 4 сандарының көбейтіндісі 408-ге тең. Бұл өзі не екен? Пікір. Өте тамаша. Сіз табиғат аясында демалуды ұнатасыз ба? Өте тамаша. Бұл бізде пікір ма, пікір емес па? Пікір емес. Жақсы. 8 жұп саны. Бұл бізде пікір. Өте жақсы. Ай, жер серігі. Өте тамаша. Бұл бізде пікір. Біз балалар пікірді анықтап жатырмыз. Сондықтан міндетті түрде бірінші пікір немесе пікір емес деп айтамыз, иә? 3 және 5 сандарының қосындысы 8-ге тең. Тамаша, бұл бізде пікір екен. Өте жақсы. Сіз театрға бардыңыз ба? Бұл бізде пікір емес. Өтінемін, маған кітапты алып келіңізші. Жақсы, сендердің ойларыңды қазір мына жерде дұрыс емес екен, мына жерде балалар тексеріп өтсеңдер болады. Дұрыс айттыңдар ма? Тамаша, жарайсыңдар. Олай болса балалар, келесі тапсырмаға көңіл бөлейік. Яғни бұл жерде балалар тағы да бізге пікірлердің ақиқат немесе жалған екенін анықтау керек екен. Тағы да
аясында демалғаннан кейін қоқыс заттарын шашып кетуге болады. Атымыздан табиғатқа демалуға шыққаннан кейін біз не істеуіміз керекпіз? Кетуіміз керек. Өте тамаша. Табиғат аясында демалғанда спорттық ойындар ұйымдастыруға болмайды. Дұрыс айтасыңдар. Яғни біз демалғаннан кейін не істейміз табиғат аясында? Түрлі ойнауға болады. Жақсы. Табиғат аясында демалғанда домбырамен ән салуға болады. Өте жақсы. Табиғат аясында демалғанда суға түсуге болмайды. Яғни түсуге болады ма, болмайды ма? Болады. Айтасыңдар. Табиғат аясында демалғаннан кейін жаққан өртті сөндіру қажет емес. Өте жақсы. Табиғат аясында демалғанда балық аулауға болады. Өте жақсы. Табиғат аясында демалғанда суретке түсуге болмайды. Өте жақсы. Табиғат аясында демалғанда атпен серуендеуге болады. Табиғат аясында демалғанда қайықпен серуендеуге болмайды. Балалар, табиғат аясында демалғанда, яғни табиғат аясында көбінесе ол жерде қайықпен жүретін көлдің жағасы болмаса, болады ма, болмайды ма? Барлық табиғат аясында, мысалы, үлкен көлдің жағасы емес, жаңағы біз жыл сайын сенерге лагерьге барған кезде, табиғат аясына барған кезде ол жерде біз өзімізше жаңағыдай қайықпен жүзетін жерлері бар ма? Жоқ. Болған жоқ, ондай жермен біз серуендеген жоқпыз. Жақсы. Балалар, бізге қазір топтық тапсырма, барлығымыз топпен жұмыс жасаймыз. Бұл жерде келесі тапсырманы кәсімдермен барлық топқа бір-бір қағаздан тастаймын. Бірлесіп отырып жұмыс жасаймыз. Мына кітапты сырт қойшы ортаға. Сендерге кітапты сәл қарастырамыз. Барлығын ортаға балалар. Енді балалар, мен сендерге қазір тапсырманы қалай орындау керектігін тыңдап алайық. Балалар, сендер былай дейді. Амина, оқи қойшы. 4-ші тапсырмаға Амина оқиды. Топтағы оқушылардан табиғат аясында қалай демалғанды ұнататындарын сұрады. Олардың жауабын кестеге түсірді. Кестені пайдаланып ақиқат немесе жалған пікірлерді құрастыр. Жақсы балалар, түсінікті ма? Қараңдаршы, білесіңдер балалар. 3 топ. Айша мен Жандосты сендер аласыңдар, бірінші топ. Екінші топ, Кәусар мен Ержанды сендер аласыңдар. Үшінші топ, Сұлтан мен Аминаны сендер аласыңдар. Енді ол балалар, бұл балалардан сұхбат алынып қойған, кестеге сүйене отырып балалар, пікір өздерін құрастырасыңдар, оның ақиқат немесе жалған екенін осы постерге түсіреміз. Тапсырма түсінікті ма? Олай болса, уақыт беріледі. 3 минут уақыт береміз балалар. Тапсырманы бастадық. Жақсы, барлығымыз өз ойымызды айтамыз, барлығымыз постермен жұмыс жасаймыз. Bir адам сендер сұрақ құрастырып айта беріңдер, осының қасына бұның ақиқат немесе жалған екенін жақшаның ішіне жазып қоясың. Астына жазып қоямыз балалар.
Тамаша. Жарайсыңдар. Түсіндіңдер, тапсырманы? Өте жақсы. Сендер жалған ақиқат екен жақшаши жазып отырамыз. Тамаша. Барлығымыз үлесімізді қосып, бір-бір сұрақтан дайындап отырыңдар, иә? Өте жақсы түсінгенсіңдер. Жақсы. Айым, сұрақтарымызды сұрастырамыз. Жазамыз. Өте жақсы. Жалған немесе ақиқат екен ол міндетті түрде жалған болсын деп жатқан жоқ балдар. Жалған немесе ақиқат екенін жазып қоясыз өздеріңіз балалар болмаса бір адам жазып отырса да болады. Міндетті түрде барлықтарына айналдырмай, иә? Тамаша. Өте жақсы. Бір топта отырған балалардың барлығы айналдырып жазғысы келіп тұр жеке-жеке. Өте жақсы. Жақсы. Уақыт аяқталып келеді, балалар. Қақтан қосамыз. Өте тамаша. Жақсы. Балалар, 1 минут уақыттарын алды. 1 минут уақыттарын алды. Ал балалар, уақыт аяқталды. Қаныш шапалақ жасайықтарымыз. Уақыт аяқталды. Тамаша. Ал. Қаны. Бәрін қояр, аяқтатамыз. Қаны Алина. Мына топтан Аяужан. Мына топтан Ержан. Оқиды қазір. Ержан бастай өшті. Қазір Ержан бірін. Балалар. Бірінші топты тыңдаймызда. Пікірлері дұрыс па, ақиқат па, жалған ба? Тыңдап айтамыз. Ал кеттік, Ержан. Айша оға шығуды ұнатады. Ержан орнынан тұрамыз. Жақсы. Айша ақиқат. Дұрыс ақиқат. Келісесіздер ме балалар? Дұрыс кетті. Айша атпен сүйемелдеуді ұнатады. Ақиқат жалған. Жалған. Дұрыс.
Айша жидек теруді ұнатады. Ақиқат. Дұрыс. Жандос тауға шығуды ұнатады. Ақиқат. Тауға шығуды ұнатады дейді Жандос. Ақиқат па жалған ба? Жандос атпен серуендеуді ұнатады ма? Жалған ба? Ақиқат па? Ұнатады. Ақиқат өте жақсы. Келесі. Біреусіне бір пікірден шатасыпты, иә? Бірінші топ. Жақсы. Аяу жаны қойды. Ұнатпайды. Жалған. Ержан атпен серуендеуді ұнатады. Ақиқат. Кәусар гүл теруді ұнатпайды. Жалған. Ержан суға түсуді ұнатпайды. Жалған. Келісесіңдер ме балалар? Өте жақсы. Ортаға қоямыз. Ал Амина? Сұлтан атпен серуендеуді ұнатпайды. Жалған. Амина жидек теруді ұнатады. Жалған. Амина суға түсуді ұнатпайды. Ақиқат. Сұлтан балық аулағанды ұнатады. Ақиқат. Тауық аулағанды Сұлтан ұнатады екен, иә? Жақсы, енді барлықтарын қараңдаршы. Отыра ғой. Барлықтарына сұрақ. Айша қайықпен серуендеуді ұнатады. Өте жақсы. Амина балық аулауды ұнатады. Жалған. Өте жақсы. Кәусар жидек теруді ұнатпайды. Өте жақсы. Өте үш топта белсене отырып, жақсы пікірлер құрастыра алыңдар. Өте тамаша. Жайлы, сендер үш топтарға маңдай мен фишкаға беріп қойдыңдар болды. Мына жерде барлық балалар белсене қатысып отырды. Өте жақсы. Және мына топтар өте белсенділік танытты. Өте жақсы. Кәнеки балалар, олай болатын болса, дәптермен оқулықпен жұмыс жасаймыз. Кәне барлығымыз бүгінгі күн дәптерімізді ашамыз. Бүгінгі күнді жазамыз. Есінші тапсырмада балалар, маған оқып берсінші. Диас оқи қойшы. Есінші тапсырма қалай орындау керек екен? Көбейтінділерді көбейткіштердің квадраты немесе кубына айналымы көбейттердің мәнін есептейді. Тамаша. Яғни біз қандай жағдайда балалар көбейтінділерді көбейткіштерге саны бірдей болғанда ма? Қосылғыштардың саны бірдей болған кезде не істейміз оларды? Көбейткіштердің квадратына немесе кубына айналдыра алады екенбіз. Тамаша. Олай болса, тақтаға кел Рүстем кел Саяп кел, Айым кел. Төртеуін әзірге шыға ғой. Шыға балдар. Бір бодан ұстаймыздағы. Кітапты алып шығып кетті ме? Тез. Әдемілеп тұрып жазамыз тақтаға. Берілген жазбадық па? Өте тамаша. Саяптікі, иә балалар? Қарай. Сенікі қандай еді? Бекасыл. Неге сен маған 8-дің кубы дедің? Осы жерге жазамыз ба? Мына жерге жазасың ғой 8-дің кубы деді. Жоқ. 8 неше рет берілген? Ал, ол 8-дің квадраты бола ма, деп кубы бола ма? Кубы. Жазамыз 8-дің кубы дейміз. Тең дейміз, жақсы. 8-дің кубы дегеніміз ол 8 саны өзіне 3 рет көбейтеміз, иә? 8-ді 8-ге көбейтеміз. Неше? 64-ді неше көбейтеміз енді? 64-ді 8-ге мына жерге баған түрінде көбейтіш бер, иә?
Дұрыс. Келесі тапсырма қалып кетті. Бізде тапсырма бар. Алина кел. Кел. Алина кел. Қанша болды? Дұрыс есептемедің ғой. Бек асыл, дұрыс есептеген жоқсың. Асықпа. 64-ті 8-ге көбейтесің. Ал 4-8 неше? Дұрыс. Екісін жазамыз. 3 ойда. Дұрыс. 51. Мәні. Енді дұрыс болды. Жақсы. 20 мен 20-ның көбейтіндісі. Тең деймізді квадратқа ауыстырған кезде қалай болады? 20-ның квадраты деп жазамыз. Неге сен мына жерден бастап жаздың? Сантаушыларымызды 20-ның квадраты дейміз. Дұрыс. Ары қарай 20-ның квадраты дегеніміз нешеге тең? 4-ге тең екен. Жақсы. Балалар тақтада қате бар ма? Жоқ. 10-ның квадраты деп кім жазды? Әпке 9-ның қолға жоқ қой. Тоқта, 10-ның квадраты дегеніміз 671-ді қайдан алдық? Дұрыс емес әпке. Кім? Алинұр, біз номері 5-ті ойнап жатырмыз ғой. Номері 5-те, 1, 2, 3, 4, 5-те. Қайсысы орындалған жоқ? 9-ды. Дұрыс. Оны алмастырамыз. Оны алмастырамыз. Квадраты ма, кубы бола ма, балалар? Кубы. Дұрыс айтасың. Өйткені ол 3. Дұрыс. Жақсы. Үйден көтереміз, әкелеп тұрып жазамыз, е? Тамаша. Жақсы. Бізде қазір қараңдаршы балалар, Саят өте тамаша жазды. Саятқа қарасыңдар, тапсырманың берілгенін жазды, оның квадратқа айналдырды, және соның мәнін тапты. Байқап тұрсыңдар ма Саят жерде? Барлығы нақты, анық мәнін көрсетіп тұр. Негізінде Саят өте тамаша жазды, солай жазылды екен. Бек асылдікі мына жерде, сосын Аминанікі. Және мынаны бізде кім орындады? Рүстем ба? Жоқ. Осы дұрыс орындалды. Тамаша, осылай орындалды. Берілгені міндетті түрде жазылады, иә? Балалар, әсірет тура осындай тапсырманың, яғни бұл жерде қосылғышы бар екен. Ал біріншісіне Нұлыбек шықпады, тақтаға шыққан жоқ, Кел Айша шықпады. Тағы кім шықпады? Раяна шықпады. Кел Ибінұр шықпапты, кел ағылар. Тамаша. Шығамыз тақалар. Енді 7-ні кубын жазып аламыз да, сосын барып қосылғышты қосамыз. Не істейміз бірінші? 10-ның квадраты неше екенін жазамыз. 8-дің кубы неше болады жазып аламыз бірінші. 8-дің кубы неше болады? Содан кейін азайтады екенбіз, иә? Тамаша. Жақсы. Нұрлыбектікінде балалар қате жоқ па? 7-ның кубы. Дегеніміз 7-ні 3 рет көрсетеміз, иә? Ал жақсы. 7-7 неше балалар? 49. 49-ды 7-ге көбейтеміз. Неше болады? 343-та? 313. Ал? 313. Неше болады? Мына жерге баған түрінде бізде кішкене талас болып жатыр, сондықтан баған түрінде
біз дәлелдейміз қазір. Тұрып дәлелдей қойшы. 49-ды 7-ге көбейтей қойшы. 49-ды 7-ге көбейтіп, қазір дәлелдейміз біз. Жақсы. Ал. 4-7-ге жетімеше? Айтамыз Нұрлыбек? Неше бұл? 8. Дұрыс. Ал. Неше екен? 343. Мінеки балалар, басында бізде Нұрлыбек дұрыс орындаған етін. Сендер келіспей сенімсіздік туғыздырып, мінеки дәлелдеп тұр. 343 екен. 343 пен 457. Қосындысы неше болды балалар? Нешеге тең екен? Мәні, дұрыста. Жақсы, мәні нешеге тең екен? 700 мұқият боламыз, қате кетіп қалмасын балалар. Ал, Бибі Нұрдыкын тексеріп тастайықшы. 4 пен 4-тің көбейтіндісі мәні нешеге тең? 16. Бізде не? Квадраты ма? 16 екен. Жөндейміз. Тамаша балалар, жарайсыңдар. Жақсы. Олай болса, Рүстем, номер 60 тапсырманы оқи қойшы. Табиғат аясында демалушыларға арнап спорттық ойындар ұйымдастырылды. Сауда адам волейбол ойнауға оған 2 есе артық адам футбол ойнауға қатысты. Волейбол мен футбол ойнауға қанша адам қатысты, сонша адам эстафета ойынға қатысты. Спорттық ойындарға барлығы неше адам қатысты? Ал, жақсы балалар. Табиғат аясында демалушыларға арнап спорттық ойындар ұйымдастырылды. 36 адам волейбол ойнауға, одан 2 есе артық адам футбол ойнауға қатысқан екен. Волейбол мен футбол ойнауға қанша адам қатысса дейді, сонша адам эстафеталық ойындарға қатысты. Спорттық ойындарға барлығы неше адам қатысты? 36-ны 2-ге көбейтіп біз нені табамыз? Футбол ойнаған баланың санын табамыз. Одан кейін не дейді? Дұрыс айтасың. Нені табамыз сонда біз? Волейбол ойнаған мен футбол ойнаған балалардың санын табамыз. Содан кейін бар спорттық ойынға қатысқан эстафеталық ойынға, футбол ойынға және волейбол ойынға неше адам қатысқан барлығын табамыз. Жақсы. Аяғын жуа қойшы. Ана жақтан өшіреміз. Тақтаға шығамыз. Бәрін өшіреміз, шекер әдемдеп тұрып шығарамыз. Жақсы. Не деп жазамыз шарына? Дұрыс айтасың. Жақсы. Волейбол ойнауға.
ойнағанмен, футбол ойнағанда неше болса, эстафеталық ойнаған балаларымыз саны? Тамаша, не істейміз Аяжан? Дұрыс айтасың. Жақсы. Қанша болады? Дұрыс айтасың. Ары қарай енді? Жоқ. Енді барлық волейбол ойнаған, футбол ойнаған, эстафеталық ойын ойнаған барлық баланың санын дұрыс айтасың. Жақсы. Жақсы. Қанша болды? Екеуін қосып қойдыңыз. Екеуін қосқан қанша болды? Оғаннан қосқанда? Неше болды? Тамаша. Сонда барлық балалардың саны 182. Өте жақсы. Бізде не еді балалар? Тоқта. 108. Сен мына жерде қарашы. 78. Бізде 108-ге не сан еді? Эстафеталық ойынға 108 бала қатысқан ғой. Сен неге 78 дедің? 36, 72 және нені қосамыз? 108-ді қосамыз. 36 деген бізде волейбол ойнады, 72 деген футбол ойнады, эстафеталық ойынға 108. Сонда бізде мәні 180 болмай қанша болады? Дұрыстаймыз. Дұрыстаймыз сол жерді. Есептегендер бар ма? 216. Тамаша Диас, жарайсың. Барлық баланың саны 216 болады екен. Өте жақсы. Жақсы. Кәнеки балалар, барлығымыз маған қарайықшы. Бүгінгі ертегілерге бүгінгі тақырыпқа сәйкес келеді. Сергіту сәтін жасағым келіп жүр. Сергіп алайық, иә? Яғни, менің қолым жалған нәрсені көрсетті, аузым ақиқатты айтады. Мұқият болыңдар. Қолым мен аузым екі түрлі, иә? Солай болған ма? Қолым жалған нәрсені көрсетеді, аузым ақиқатты айтады. Қолыма сенеміз ба, аузыма сенеміз ба? Дұрыс айтасың, ақиқатқа сенуіміз керекпіз, иә? Олай болса, бәріміз бері қарайық, бір сергіп алайықшы. Қаны. Төбе, еден, терезе, есік. Бұл жолы қолымға ақиқатты көрсетті, иә? Енді мұқият болыңдар. Төбе, еден. Ал ұйықтаймыз шатасқанда. Ары қарай жалғастырамыз. Төбе, еден, терезе, есік. Төбе, еден, терезе, есік. Ал қолыма сеніп қалғандар ұйықтаймыз. Төбе, еден, есік, терезе. Төбе, еден, төбе. Ұйықтаймыз шатасқандар. Төбе, еден, төбе. Ескен жоқ біз елдің. Аяғын, өте тамаша, жарайсыңдар. Бір сетіп қалыпқа кеудені көтереміз. Ары қарай балалар сабағымызды жалғастырайық. Балалар, үйге 7-ші тапсырманы беремін. Яғни теңдеу. Теңдеу шамды барлығымыз білеміз. Тапсырма түсінікті ғой, 7-ші тапсырма. 8-ші тапсырмада балалар былай дейді. Мұқият тыңдайық. Қорапта 7 шар бар дейді. Олардың 3-еуі көк және 4-еуі қызыл екен. Қорапқа қарамай тұрып, арасында кем дегенде бір қызыл шар болу үшін одан неше шар алу қажет? Кем дегенде
Балалар, бізде бүгінгі сабақта өте белсенді қатысып тақтаға шыққан Нұрлыбек, мына жерде Елжан, мына жерде Райкым, Асен, мен де жазамын деп топтық жұмыста. Мына жерде Талшын, Аңсар, Таңаз, кімге Дария да белсенді. Мына жерден Бегасыл, Аяқжан тақтаға да, топтық жұмыста да өз үлесін қосып отыр. Мына жерде Диас, есептің барлығын тақтаны күтіп отырмай, бізге жауабын айтқан. Айша, Раяна жарайсын тақтаға шықты. Алина тамаша, оның өте белсенді қатысып осына. Рүстем, Саяқ тақтадан бұрын маған дәптерін әкеліп тексеріп жатыр. Аянат, Айым, мінекей. Саған бердім ба? Амина, Алина және Сұлтан. Тамаша балалар. Сабақты қорытындылайық. Келе месендерге сұрақ қойғым келеді. Бүгінгі сабақтан қандай әсер алдыңдар? Сабақ сендерге несімен ұнады ма? Ұнаса несімен ұнады? Ал кім? Ал Айша қыз айта ғой, микрофон сізде. Мен өзім ақиқат пен жалғанды ажыратып деймін. Тамаша. Жақсы. Қазір берем. Мен ақиқат және жалған пікірлерді құрастырып үйрендім. Өте тамаша. Біздің мақсатымыз сол еді бүгінгі. Өте жақсы. Мен ақиқат пен жалғанды ажыратып және оларды құрастырып үйрендім. Өте тамаша. Жарайсыңдар. Ал Билал айта қойшы. Мен ақиқат пен жалған деген нәрселерді үйрендім. Өте тамаша. Ал Мен ақиқат пен жалғанды ажыратуды үйрендім. өте жақсы. Мен ақиқат пен жалған пікірлерді өзім құрастырып жазуды үйрендім. Өте тамаша. Мен ақиқат пен жалған пікірлерді ажыратып және оларды құрастырып үйрендім. Түсіндіңдер, иә? Біздің мақсатымыз осы болатын. Өзіміз жалған Мен ақиқат пен жалғанды үйрендім. құрастыруға пікір құрастыра аласыңдар. Өте жақсы. Мен ақиқат пен жалғанды жазып және түсініп үйрендім. Түсіндің ба? Өте тамаша. Бүгінгі сабақ маған өте қатты ұнады. Барлығы белсенді қатыстым. Және де бұл жерде математикада маған бұл жерде ақиқат пен жалғанды үйреніп жазып және де бір-бірімен қайсы екенін көріп Талқылаған ба? Топта талқылағандар масаға. Өте тамаша. Асенге сен де айтқың келіп тұр ма? Ал. Тама кім? Асенге бере қойшы микрофонды. Мен бүгінгі сабақта ақиқат пен жалғанды ажыратып үйрендім. Өте тамаша. Ажырата аласың, иә? Ал Елжан. Мен бүгінгі сабақта ақиқат пен жалған пікір құрып үйрендім. Өте тамаша. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабақ өте тамаша өтіп, негізі мақсатымызға жетсек болды, иә? Біздің сондай болатын. Яғни жалған және ақиқат пікірді бір